Здравствуйте, ребята! У нас сегодня урок 62-й. Будущее моего села, города. Менің ауылымның немесе қаламның болашағы деген тақырыпта сабақ өтетін боламыз. Упражнение первое. Работа с кластерами. Кластер деген есімізде ме? Кластер дегеніміз қазір. Яғни біз мысалы бірінші ауылдың немесе сіз қалаңыздың. Мысалы, бірінші ауылдан бастайық. Ауылдың плюстары, яғни ауылдың жақсы жағы. Екінші группа ауылдың минус жағы, яғни қандай кемшіліктері бар. Ал үшінші группа қаланың плюсын жазады, төртінші группа қаланың минустарын жазатын болады кластер ретінде. Ол үшін қазір алып алайық. Мына жерге бір осындай қылып сызайын. Ішіне мое село, менің ауылым деген кластердің тақырыбын бастадық. Енді стрелка қояйын, мына жерге стрелка қояйын, мына жерге стрелка қояйын. Тағы да қандай сөздер шығады екен, ойланайық. Енді осыған толтырайық. Менің ауылымның оң жақтары. Ауылда тұрғанның қандай жері жақсы? Ең бірінші ол таза ауа. Чистый воздух. Таза ауа. Мен мына жерге төртеуін жаздым. Бірінші чистый воздух, екіншісі много натуральных продуктов, табиғи заттардың көп болуы, және заниматься хозяйством, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, құс шаруашылығы, қандай шаруашылықпен айналысқыңыз келеді, өзіңіздің еркіңізде. Және әсем табиғатымен ауыл өзін тартып тұрады. Ал енді осы ауылдың жағымсыз адамға шамалы кедергілер тудыратын жағын жазайық. Ал енді ауылымыздың айтып кеткен теріс жақтары. Сложности с трудоустройством, яғни жұмысқа тұрудың мүмкіндігі аздау. Низкая зарплата, яғни жалақының аздығы. Удаленность от культурных центров, яғни развивашки всякие, концерты, театры, бұлардың барлығын аздығы, және нехватка специалистов. Яғни дәрігер, мұғалім, қандай да бір мамандардың аздығы. Солар осы жағдайлар ауылда көп жағдайда ақсап тұрады. Ал енді келесі қала туралы жазатын боламыз. Қаланың плюсын және минустарын жазатын боламыз. Бұл қаланың минустары. Полная зависимость от транспорта. Яғни машинаға деген тәуелдіктің қаттылығы. Яғни еш жаққа жаяу жете алмайсың. Көп уақытың пробкада өтуі мүмкін. Барлық уақытың жолда өтуі мүмкін. Машиналардың керектігі автобусқа күнде мініп түсу. Және екінші стрессовый ритм жизни. Яғни таңертең ерте тұрып, кешке қайтып, шаршау, барлық жерге үлгеру керек, оған уақытың жетпей қалуы. Сондықтан кейбірде стресс алып жататындар болады. Опасность на дороге, жолдағы машиналардың көптігі, сондықтан олардың адамға қауіпсіздігі. Грязный воздух, ауаның машина көп болғандықтан ластығы. Бұл қаланың кемшіліктеріне жатады деп ойлаймын. Енді қаланың жақсы жақтарын жазып кетейін. Ал енді ол трудоустройство. Қалалық жерде жұмысқа тұру оңайырақ. Өйткені үлкен завод, фабрика, магазин, аптека дегендер өте көп. Басқа да мектептерде, больницаларда. Сондықтан жұмысқа тұру жеңілірек.
развитие талантов, яғни өзіңіздің шығармашылық талантыңыз болса, соны дамытуға мүмкіншілік өте көп. Ары қарай, хорошая заработная плата, яғни сіз өз еңбегіңізге жақсы еңбек ақы ала аласыз ауылға қарағанда. Және социальное благо дейді, яғни дәрігерлердің немесе аптеканың, магазиннің күні түні жұмыс істеп, сіздің қолайлы өмір сүруіңізге мүмкіндік жасайды. Осымен 4 классты жазып шықтым. Сіздер де өз ойларыңызды қосып кетіңіздер, күтетін боламын. Келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 2. Запиши предложение. Яғни мына сөйлемді көшіріп жаз. На улицах Астаны, Алматы, Шымкента работают умные светофоры. Объясни правописание выделенных букв. Яғни мына жерде Астананың А, Алматының А, Шымкенттің Ш үлкен әріппен жазылған. Неге? Неліктен деп ойлайсыздар? Өйткені Астана, Алматы, Шымкент қалалары қаланың аты болғандықтан, олар бас әріппен жазылады. Упражнение 3. Прочитай, оқы. Фантазия, творческое воображение, способность воображать, выдумывать. Фантазия деген адамның өзі ойдан шығару қабілеті. Подумай, чем отличается фантазия от мечты? Адамның арман мен фантазиясының қандай айырмашылығы бар деп ойлайсыздар? Армандау деген не? Фантазировать ету деген не ол? Фантазия жасау. Менің ойымша, адам армандап, яғни ол өмірде қолы жете алатын, осы жетсе ме екен деген заттарды армандайды. Ал фантазия ол әртүрлі өмірде ондай болуы мүмкін емес заттарды фантазиялауға да болады деп ойлаймын. Екеуінің айырмашылығы сонда деп. Біреуі шекке, миға қонымды, өзіңнің қолыңнан келетін затты армандай аласың. Ал фантазиямызға шек жоқ, солай ма? Сіз космосқа барып тұрғыңыз келе ме, ол сіздің фантазияңыз болуы мүмкін. Сондай сияқты. Келесі жаттығуға өтейік. Продолжи предложение. Сөйлемді аяқта. Наше село красивое. И все. Ары қарай жалғастыруымыз керек. Ол сөйлемді былай аяқтадым. Наше село красивое, и все жители живут дружно. Яғни біздің ауыл әдемі, әрі адамдар бір-бірімен тату-тәтті өмір сүреді. Екіншісі, наше село красивое, но мы жалғастыруымыз қажет. Екінші сөйлемге наше село красивое, но мы уезжаем в город. Біздің ауыл әдемі, бірақ біз қалаға кеткелі жатырмыз деп екі сөйлем құрастырып шықтым. Келесі жаттығу. Упражнение 5. Оқы. Тақырып қой. В будущем в каждом селе, в каждом городе все дома будут умными. Что значит умный дом? Умный дом – это дом, в котором повседневные действия человека выполняют автоматические системы. Говорящие часы напоминают, что пора вставать. Умная печь самостоятельно готовит завтрак. Метеокоробка сообщает, что на улице дождь. Кондиционеры сами контролируют микроклимат в доме. Стало жарко, подадут холод. Будет холодно, согреют. Роботы-пылесосы следят за порядком. Ночью вы захотели попить и пошли на кухню, вам не придется ощупью в темноте искать выключатель. Свет загорится автоматически. Переживали ли вы когда-нибудь, что не выключили утюг или телевизор? Теперь не волнуйтесь. Достаточно послать со смартфона команду «Умная розетка», что она отключит прибор. Умный дом – это спокойствие и экономия. Бұған тақырыпты «Умный дом» деп қойған дұрыс деп ойлаймын. Ақылды
үй. Болашақта әрбір ауылда, қалада болсын, барлық үйлер ақылды болады деп. Ақылды үй деген қандай үй ол? Ақылды үй күнделікті адамның істейтін тірліктерін, жұмыстарын автоматты системалар жасайтын болады. Яғни сағаттар сізге тұратын уақыттың жақындағанын, тұру керектігін ұйқыдан, ақылды пештер өзі тамақ істеп бастайды. Метеокоробка ертең бүгіннің немесе ертеңнің қандай погода болатынын айтып тұрады. Жаңбыр бола ма, күн ыстық бола ма, соны айтып тұрады. Кондиционерлер өзі үй ыстық болса мұздатады, мұздай болса жылытады. А робот пылесостар өзі пылесостап жуып жүретін болады. Ал егер сіз түннің бір бағында кухняға су ішуге тұрсаңыз, выключательді, яғни қосқышты, светті жағушты іздеп жүрмейсіз. Өйткені сіз кухняға кірген мезетте свет өзіне өзі жанатын болады. Кейбірде мынандай ойлар бола ма? Өтекті телевизорды өшірмей кеттім ау деген ойлар болады әр адамда. Ал сіз егер умный үйде тұрсаңыз, ондай уайымнан құтыласыз. Өйткені сіз телефоныңыз арқылы үйдегі барлық розеткаларды тоғын өшіріп тастай аласыз. Ақылды үй деген бұл адамға тыныштық пен уақытты үнемдейді. Келесі жаттығу өтейік. Профантазируй. Нарисуй дома, город или село в будущем в твоем представлении. Составь по рисунку небольшой рассказ. Найди в интернете информацию о городе из камешков, о вертикальном городе, о зеленом городе. Расскажи одноклассникам. Бұл тапсырмада сіздерге өз қиялыңыздағы үйлерді, қаланы, немесе ауылды болашақта сіз қалай елестетесіз? Өзіңіздің барлық фантазияңызды қосып, сурет салуға тапсырма берген екен. Және интернеттен, немесе ютубтан, немесе гуглдан тастан жасалған қала, немесе тігінен жалпақ емес, тіктеп салынған қала, немесе жасыл қала туралы информацияны іздеп көріңіздер. Не білдіңіздер? Өздеріңіздің достарыңызға міндетті түрде айтып беріңіздер. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.